Мәдени жаңалықтар. Алматы туралы жаңа әндерге арналған «Алматым жүрегімде» қалалық байқауы өз мәресіне жетті. Биыл 5-ші жыл өткізілген өнер сайысында бас жүлдені жас әнші Айгүміс Бөлегенова «Алматы күзі» атты әнімен жеңіп алды. Жеңімпазға жылдағы дәстүр бойынша темір тұлпардың кілті сыйға тартылды. Тақырыпты Ғани Дәулетбаққызы толықтырады. Алматы жүрегімде ән байқауы жыл сайын қала күні қарсаңында ұйымдастырылады. Биыл бұл шараның дәстүрлі түрде өтіп келе жатқанына 5 жыл. Байқау аясында Алматы туралы жазылған жаңа әндер сарапқа салынып келеді. Биыл жалпы байқау комиссиясына 50-дей өтініш түскен екен, бірақ олардың 13-і іріктеліп байқауға жіберілген. Жыл санап байқауға қатысушылардың саны артып келеді. Үміткерлер сүйікті қаламыз туралы әртүрлі жанрда жаңа әндер ұсынуда. Жалпы байқау ұйымдастырылған 5 жыл ішінде Алматы туралы 100-ге жуық ән жазылған екен. Бұл байқау жастардың туған жерге деген сүйіспеншілігін оятып, оларды ынталандыруда маңызды рөл атқарады. Алматым жүрегімде байқауына 18 бен 30 жас аралығындағы жас әншілер қатысты. Орындалған әндер әртүрлі. Орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде. Тіпті 3 тілді араластырып Алматыға ән арнағандар да болды. Орындалған әндерді көбіне әншілердің өздері жазған. Мәселен, жас әнші Еркін Мәулен ақын және композитор ретінде алғашқы әнін Алматыға арнапты. Үздіктердің байқауға үлкен дайындықпен келгені анық байқалады. Сондықтан нағыз үздікті анықтау қазылар алқасына қиындық туғызды. Айта кетейік, биылғы өнер сайысының қазылар алқасы негізінен бұған дейінгі байқаулардың жеңімпаздарынан құралды. Қалай болғанда да байқау соңында қазылар алқасы кеңесіп, Айгүміс Бөлегенованы үздік деп таныды. Жеңімпазға жылдағы дәстүр бойынша темір тұлпардың кілті табыс етілді. Ғани Дәулетбаққызы, Ерлан Әбжанов, Алматы.